Әзір мінекей бүгінгі күні 4 жыл болды. Алаш тарихи зерттеу орталығын құрып, қазақ халқын құраған ру тайпалардың тарихын жазып жатырмыз. Себебі қазақ халқы құрамы қазақ халқының тарихын жазу үшін жеке ру тайпалардың тарихын жазу керек. Себебі қазақ халқы 43-ден құралады. Себебі мынау қазақ халқын құрып отқан ру тайпалар өзбек мемлекетін құрады. Бұлар башқұрларды құрады, бұлар татарлардың арасында бар, бұлар қырғыздың арасында бар, бұлар қарақалпақты құрып отыр. Содан соң түрік, Әзербайжан, түрікмен солардың бәрінің ішінде араласып отыр біздің осы ру тайпалар. Енді қазақ халқының тарихында дүние жүзінде бұндай терең тарих жоқ. Осы терең тарихты зерттеу үшін не істеу керек? Сен қазақ тарихын жазу үшін жеке ру тайпаның ғылыми түрде олардың шығу тегі, олардың Шыңғыс хан кезіндегі жағдайы, олар қазақ хандығы кездегі жағдайы, одан шыққан батырлар, билер, әулиелер, шешендер, содан соң бұлардың соғысқан соғыстары, қай уақытта қалай соғысты, қалай жылжыды, қалай көшті, осылар бәрін ғылыми түрде. Содан соң мына шежірелер жазушылар көбейіп кетті қазіргіде. Шала жазып жатқан жазушылар, заттехник, медиктер, басқалар, осылардың бәрі ғылыми түрде талдау жасау. Сонда бір рудың жеке ғылыми түрде үлкен тарихы дайын болады. Содан соң бар, осы ғылыми түрде жазылған тарих, ру тайпалардың жеке ғылыми тарихының бәрін жазып болғасын бар, қазақтың бүкіл тарихы шығады. Енді қазақтың бүкіл тарихын жазып болғаннан соң бар, біздің мына түркі тілдес халықтардың бәрін тарихын жазамыз. Себебі түркі тілдес халықтардың барлығының ата жұрты шыққан тегі осы Қазақстан территориясы болып отыр. Біздердің ата жұртымыз дейді, біздердің территориямыз ата жұртымыз дейді. Сол үшін де біздер үлкен жұмыс істеп отырмыз. Себебі не үшін бұл керек? Әзіргі заманда тарихтың неге керегі бар деген үлкен сұрақ туады. Себебі тарих болмаған жерде мемлекеттің болашағы болмайды. Өзіміздің тарихымызды өзіміз білмегенше, оларға бір көзқарас болмағанша біздің болашағымыз болмайды. Оны Гумилев айтып кеткен, оны және басқа да үлкен ғұламалар бәрі. Тарих мемлекеттің идеологиясының темір қазығы екен. Тарих. Себебі тарихсыз мемлекеттің өзінің философиясы болмайды. Бұл тарихсыз өзінің саясаты болмайды. Тарихсыз мемлекеттің дұрыс экономикасы болмайды. Барлық тарихқа. Осыдан бастап осы тарихты білген балдар, жастарымыз өзінің ана тілін біледі, өзінің дінін біледі, өзінің жаңағы осы жердің иесі екенін біледі. Сонда осылардан отан сүйгіштік пайда болады. Отан сүйгіш адам бұл әзірге келе жатқан жаһандануға және басқаға қарсы төтеп бере алады. Соларға қарсы отан қорғай алатын жастар тәрбиеленеді. Себебі осы уақытқа шейін біздерді тарихымызда мақұрым қылып үйретіп келді, оқытпай 5 том саяси тарих жазылды. Оларда империяның жазуымен, себебі бізде тарихты оқытса, біздерді басқару қиын болатын болды. Себебі біздің сондай үлкен мемлекет, қазақтың ру тайпасының структурасының сондай мықтылығы соншалық, оны бұзу мүмкін болмады. Себебі тарихты білген адам сенің бірінші анау-мынауға бармайды. Себебі біздің тарихымызда әуелі адамгершілік, рухани мәселе жоғары тұрған. Содан соң бар материалдық зат. Себебі сол тарихты білмегендіктен ең соңы әзір келіп біздерде жаңағыдай рухани адамгершілік құндылықтар төмен түсіп кетті де, әзір кезде материалдық зат алдыға кетті. Барлық жерде тек ақша, дүние, басқа, анау-мынау, ол адамның өмірі, адамның жағдайы, халықтың тағдыры оған бір тиын болып қалды. Қара басын қамын. Соның ішінде біздерде әзірге көп отырған чиновниктеріміздің бәрі халықтың қамынан ойлаудан көрі, өзінің қамын ойлау, сол әзір кезде бірінші кезекте тұрған, оның бәрін көріп отырмыз. Себебі мынандай, адам бір должностьқа отырса, бір дәрежеге, бір қандай да бір должностьқа, бұның ұлттық санасы өте жоғары болу керек та, бұл елге, халыққа, халықтың мүддесін, именно соның ішінде қазақ халқының мүддесін қорғайтын сондай тұлға пайда болу керек, жұмыс істеу керек халыққа. Бұлардың санасы рулық санадан аспай, кресло отырғаннан бастап, сол жерде істеп отқан мамандарын бәрін шығарып, өзінің тамыр таныс, құда жекжат, солардың бәрін алып,
соны ең ізінде жұмысты былықтырып, не істеп, не болып жатқан уақыт өтіп жатыр, түк істеліп жатқан жоқ. Әзір кезде 17 жыл болды біздер мемлекет болғанымызға. Мемлекет болуға, біздің тәуелсіз мемлекет болғанымызда біздер әбден қуақшында аспанға көтеріп, әбден біздер қуандық. Енді 17-дан кейін мемлекеттің қай бағытта бара жатқаны, біздің жастарымыз қандай тәрбие алып жатқан, солардың бәрін көре отырып іштегі қынжыламыз. Ертең не болып бара жатырмыз деп. Себебі біздер жастарды енді кеше бір радиодан бір жастардың сөйлегені бар еді. Сіздер ойлайсыздар дейді, жастар әзір рухсыз, жақсы тәрбиесіз, мынандай жігерсіз, сондай деп. Енді сендер соны сұрау үшін дейді, біздерге жастарға қандай тәрбие беріп жатсыңдар дейді. Себебі біздер өздеріміз халыққа, жастарға тәрбие беруіміз керек. Тәрбие бере отырып, жұмыс істеп, содан соң барып сұрауымыз керек. Әзірге біздің жастарымыздың, біздің мемлекетіміздің болашағы, әзірге келесі туылатын жастар болатын болса, келетін ұрпақ болатын болса, сол ұрпақты туатын әзірге біздердің қарны кіндігі ашып жатырған қасиеті кеткен қыздарымыз туатын болса, сондай баяғыдай батыр ұрпақтарды тәрбиелей ала ма? Үлкен мәселе осында жатыр. Себебі мемлекетіміз тәуелсіздік алған кезде ең бірінші біздерге экономика бірінші кезекте еді. Содан соң барып жаңағыдай идеологиямыздың сол жоқтығына әзір кезде осындай 16-17 жылдың ішінде жастар тәрбие болды. Ол әзір болған дәлел. Көп жас қыздарымыз көшеге шығып кетті. Сайынның бойында, Сейфуллин бойында сондай болып кетті. Соны оған мен ойлаймын, оған бәріміз де кінәліміз. Себебі бұл жаңағы енді қалыптасып кеткен жастар, оған дұрыс тәрбие беруіміз керек. Оған радио, телевидениеден үлкен идеологиялық мәселелер, ана Американың шетелдің сериалдарын көрсетіп жатырмыз. Солардың бәрі теріс қарай ықпал жасап жатыр. Біздер жастарымызға болады екен ғой дегенде, мысалы баяғы Жалайырдың, Сүйінбайдың айтқаны бар, Жалайырлардың батырына, батыр деген сол елде найзамен тұрып шаншып жетшеген деген үлкен теңеулер бар. Сұлу деген сол елде өмірде адам көрмеген бет пердесін ашпаған ерлерін сыйлап әдеппен өмірден өткен деген бай сондай керемет теңеулер бар. Мысалы бұл әдемі деген сөз, ол преданный деген сөз, адамға үшін берілген деген. Мысалы сондай енді адам көрмеген дегенде сондай сұлуларды айтып отыр. Мысалы бұл деген үлкен теңеулер. Әзір сондай жастарымыз бар ма? Енді бәрі жоқ деп айта беруге болмайды. Бірақ та енді ел болғаннан соң шығады ішінен. Енді біздердің үмітіміз сол жастар енді мықты сондай жастар шығып елімізді алып кетсе деген ой бар. Осындай үлкен армандарымыз бар. Сол үшін де біздер ең бірінші мысалы әзір мәдени мұраға 17 миллиард па 11 миллиард жыл сайын бөлініп жатыр. Не шығып жатыр? Соның ештеңіміз біздің көңіліміз толмай жатыр шығып жатқан заттарға. Соның үшін де біздер қазақ халқының тарихын жазайын деп жеке Алаш тарихи зерттеу орталығы құрылып, жеке менің қаржыма дүние жүзінен деректер жиналып, соған үлкен ғалымдар жиналып, осындай әзір 22 кітап мінекей шығып отыр. Енді біздер бұны жалғастырып отырмыз. Себебі осының бәрін жазып шықсақ, жаңағыдай үлкен жұмыстарды атқарсақ, сонда осыны оқыса, мыңнан біреу оқыса да бір кішкене өзіне бабаларын қандай болған, қандай саясат болған, қандай соғыс болған, қандай батырлар болған, қандай шешендер, осылардан тәрбие алса, рухы мықты жастар шығады деп ойлаймыз. Себебі мынау бірінші рет ғылыми түрде шығып зерттеліп жатқан зат, бұл үлкен туындылар. Бірақ бұндай дерек, әзір бұндай жұмысты Қазақстанда біз көрмей отырмыз. Осыған тең келетіндей үлкен не. Біздер өзіміз мақтап отырған жоқ, себебі біздерді жаңа мақтап отқан, сыртымыздан айтып отқан халықтың сондай сөздерін айтып отырмыз. Үлкен тарих ғылымының академиктері, ағаларымыз келіп бата жасап, анеген Бельгиядан шықса Айтматов келіп таңғалып кетті. Бұдан үлкен зиялы қауымдардың бәрі келіп жатыр. Шерхан Мұртаза ағамыз келіп бата жасап кетті. Енді олардың барлығы біздерді енді ол көзбояушылығымыз үшін ықыласымен келіп осындай баталарын жасап кетіп жатқанын соны айтып отырмын.